Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Сіздермен бүгін осындай кепкен жеміс қосылған дәмді бөлкелер дайындаймыз. Видеомды көрмес бұрын төмендегі подписаться батырмасын басып қолдай кетіңіз. Бізге керегі жылы сүт. Осының үстіне қантымызды, тұзымызды, аштығымызды салып араластырамыз. Осының үстіне аз-аздан ұн салып, сұйық қылып қамыр елеп көтерілгенше күтетін боламыз. Ол көтерілгенше бір жұмыртқамыздың үстіне қантымызды араластырып, ерітілген сармайымызбен бірге араластыратын боламыз. Енді біздің ашыған қамырымыздың үстіне осыны түгел құйып араластырамыз. Осының үстіне ұнды салып, жұмсақ қылып қамыр елеп, өсімдік майымен араластырып тағы да қамырды илейміз. Және оны жылы жерге қойып, ашығанын күтетін боламыз. Міне менің қамырым көтерілді. Енді осының үстіне жаңағы кепкен жемісімізді салып, форма жасаймыз. Осылай форма жасаймыз. Пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямызды. Осы бөлкелердің үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, 180 градуста қарап отырып пісіріп алатын боламыз. Міне мен бөлкелерім дайын болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте дәмді. Көргендеріңізге рахмет. Подписка жасауды ұмытпаңыз. Ас болсын.